Армысыздар, құрметті ағайын. Жалпы мына солтүстік Қазақстанға көшу деген аса қиын зат емес. Мына жерде көп адам сұрайды, не істеу керек, қалай істеу керек, сізбен хабарласа алмай жатырмын деп. Негізі ең бірінші мына нәрсені түсіну керек. Бұл солтүстікке көш бағдарламасын ешкім ойлап тапқан жоқ. Менікі емес, әлде бір өтік емес, бұл өкіметтік бағдарлама. Яғни өкіметтің мына еңбек күші көп, яғни адамы көп оңтүстік өңірлерден солтүстік өңірге жаңағы еңбек күшін көшіріп, яғни жетпей жатқан жұмыс көздеріне жұмысшылар көшіріп, қысқасы осыны бағдарлама қылып жасаған. Біздің басты мақсатымыз, тәуекел ұйымының басты мақсаты осы бағдарламаның нәтижелілігін арттыру және қолымыздан келгенше жетпей жатқан жерлерге жеткізу. Осы уақытқа дейін тіпті бұл көштің жүргеніне біраз жыл болса да, осы уақытқа дейін осы солтүстікке көштің бар екенін де, осындай өкіметтің осындай жағдайлар жасайтыны туралы да білмейтін азаматтар бар екен. Сол кісілерге біздің басты мақсатымыз жеткізу. Енді солтүстікке кім көш алады? Осы сұраққа жауап берейін. Мына видеоны барынша таратып жіберіңіз. Яғни солтүстікке көшкісі келіп отырған мынандай көп балалы, үлкен 5-6 баласы бар, сондай үлкен отбасылар, бір Времянкада тұрып жатқан отбасылар өте көп. Біреуіңіздің туысыңыз, танысыңыз, досыңыз солай шығар. Немесе осы интернетте көріп қалған шығарсыздар. Міне сондай азаматтарды осы видеоны жіберсеңіз, мүмкін бір қазақтың үйлі болуына сеп болатын шығарсыз. Ал жақсы, басынан бастайық. Жалпы негізі оңтүстіктен солтүстікке көшу бағдарламасы бойынша біршама көмектер көрсетіледі. Бірінші көмек ол жаңағы адам басына, отбасыда қанша адам бар, соның әрқайсысына 270 мың теңгеден бір реттік көмек көрсетіледі. Екінші, мысалы солтүстік Қазақстан облысына келіп үй сатып аламын дейтін болсаңыз, сол үйдің жарты ақшасын үкімет сізге төлеп береді. Яғни мысалы бұл жақта газ жоқ, бізде салыстырмалы түрде үйлер арзандау. Шамамен бір 6 миллион теңгеге үй болатын болса, сол 6 миллион теңгенің үйін жартысын үкімет төлесе, сонда сіз 3 миллионға алған болып есептелесіз. Бірақ контракт бойынша 5 жыл сіз ол үйді сата алмайсыз, сол үйден көш алмайсыз. Сіз сол үйді иелік етіп тұруыңыз керек. Одан кейін үшінші мәселе жұмыс мәселесі. Мына оңтүстік өңірлерде мысалы бір ғана мұғалімнің орнында, тағы басқа қызметтің орнында кем дегенде очередьте 5-6 адам тұрады. Ал бізде адам жоқ. Адам өте аз. Салыстырмалы түрде мысалы Түркістан облысында Шымкентті қосқан кезде 3,5 миллион адам болатын болса, бізде 500-ақ мың. Яғни Жетісай мен Мақтааралдың екеуін қосқан кезде бізден асып кетеді. Сол себепті бұл жаққа келіп жұмысқа кірем десеңіз, сізге анағұрлым оңай болады. Егер документтеріңіз, дипломдарыңыз бәрі сай болса, бірден жұмысқа кіріп кетесіз. Одан кейін тағы да айта кетерлік зат, мысалы бізде жабылайын деп тұрған ауылдар өте көп. Яғни мектепте шамамен 15, 20, 30 бала ғана оқитын балалар мектептер бізде бар. Сол ауылдың азаматтары индивидуально өз ауылына адам көшіру үшін көшіп келген азаматтарға әртүрлі жекелей көмектер көрсетілуі мүмкін. Мысалы, мына солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданында Ұял деген елді мекенге барса, мысалы алдында осы жақындаған Аралдан 6 балалы отбасын көшірдім. Соған сол жердегі Болат деген аға сиырларын беріп, қойларын беріп, қысқасы айтқан кезде жұмыстарын беріп, үйлеріне дейін берген. Сондай ауылдар бізде жетерлік. Ол нәрсені сұрау керек. Одан кейін тағы бір айта кетерлетін зат, мына солтүстікке қандай адамдар көш алады? Солтүстікке заң бойынша мына оңтүстік Қазақияның оңтүстік шекарасындағы, яғни Талдықорған облысы, Алматы облысы, Қызылорда облысы, Түркістан облысы, одан кейін Жамбыл облысының азаматтары көш алады, Маңғыстаудың азаматтары көш алады, және Нұр Сұлтан қаласы, Астана қаласындағы азаматтар көше алады. Тағы бір айта кетерлетін зат, батыстағы Орал, Ақтөбе, Атыраудың азаматтары немесе шығыстың азаматтары көшпейді. Бұл ешқандай алалаған емес. Енді программаның өзін қарап отырсаңыздар, біз оңтүстік өңірлерде мына солтүстік шекараға адам шақырып жатырмыз. Ал Атырауда, Оралда, Ақтөбеде, шығыста ол осы солтүстік шекараға кіреді. Оның өзінде шығыстың өзінде арнайы бағдарлама бар. Одан кейін солтүстік дегенде біз қай жерді айтамыз? Жалпы негізі солтүстік Қазақстан өңірлері деп біз Қостанай облысын, Павлодар облысын және солтүстік Қазақстан облысын айтамыз. Қостанай облысының орталығы Қостанай қаласы.
Павлодар облысының орталығы Павлодар қаласы, біздің орталық Петропавл қаласы. Біз сол Петропавлдың айналасына адам шақырып жатырмыз. Егер бері қарай көшуге ниетті болатын болсаңыздар, ең бірінші жолы ол өзіңіздің жергілікті жердегі мансап орталықтарына барасыз. Мансап орталығы деп интернетке жазсаңыз, туристке шықса жазсаңыз шығады. Мансап орталығы дегеніміз ол бұрынғы Сабез жұмыспен қамту орталығы. Сол жерге барып, солтүстік Қазақстан туралы толыққанды мәліметтер ала аласыздар. Тіпті сол жерлерде Петропавл десеңіздер, сол жердің мансап орталықтарында менің номерімде де бар. Егер бері қарай Петропавлға көшіп келгілеріңіз келсе, онда бірінші сіздерге ең бірінші ұсынар нәрсем бала шағаның бәрін қалдырып, өздеріңіз келіп, осы қай жер ауыл ұнайды, қай ауылдың ауа райы жақсы, қай ауылда мүмкіндіктер бар деген сияқты сұрақтарға жауап іздеп, барлау жасап, белгілеп, содан кейін барып көшіп келуді ұсынамын. Бізде Қызылорда Петропавл деген ғажап пойыз жүреді, сол пойызға мініп келіп, бір-екі күн болса да мына ғажап табиғатты, мына ауылдарды келіп қарап көрсеңіздер болады. Мына оңтүстік өңірдегі азаматтар біз туралы бір қызық ойлайды, бір солтүстік деген бір айдала, қар басқан, бір орысы көп, ағаштың арасында өмір сүріп кеткен адамдар деп ойлайды. Мүлдем олай емес. Инфраструктура бізде де бар, мықты-мықты оқу орындары бар бізде. Соның бәрін келіп қарап көрсеңіздер болады. Ал, құрметті ағайын, мен танитын азаматтар мына видеоны барынша таратып, бөлісіп, бір қазақтың болса да солтүстікке көшіп келуіне сеп болуыңызды сұраймын. Құрметпен тәуекел ұйымының әмірі Бурахан Даханов. Тәуекел, теріскей бізге аманат. Рахмет сіздерге. Солтүстіктен жалынды сәлем, қалайсыздар? Бүгін 3 октябрь. Міне, сиырларымды өріске айдадым. Келе жатырмын. Қараймын да. Солтүстікті мақтап жатыр, өтірік деп жатсыздар ғой комментарийға шы. Мен айтып атқан жоқпын. Мұны солтүстіктің Мамлет ауданына көшіп келіңіздер деп атқан жоқпын. Мен айтып жатырмын. Беріп жатқан мемлекеттің жаңағы осындай шанстарын пайдаланыңыздар деп айтып жатырмын. Мен ешкімді көшіп келуге мәжбүрлемеймін. Бірақ мен айтқым келеді да, көп адам білмейді да, бұндай шанстышы квартира жалдап, Астанада, Алматыда жүрсіздер да, стройкіде квартираның ақшасын төлеріңізді, не кредитіңізді жабарыңыз, не продукталарыңызды білмейсіздер. Сол кісілерге айтып жатырмын да, зачем сізге олай қиналып да, осылай келіңіздер де өздеріңіздің кәсіптеріңізді ашып, рахаттанып өмір сүріңіздер деп атқаным ғой. Міне мынау біздің элеватор. Міне осында бізде бидайды не алады, өңдейді. Он шығарады. Агример деген он осы жерден шығады. Агример. Осы солтүстік Қазақстан шығады. Міне осы жерден он шығады. Осы жерде, міне менің тұрып атқан жерім ең ыңғайлы, ең күшті жер. Неге деп айтамын? Мысалы мен мына жерде тұрсам, мына жерде он сасатын завод, соның алдында акимат, соның мына жағында, мына көрініп тұрған шығар, ұзын здание, ол мектеп, мына жағымда менің больница. Мына жағым мазар, мына жағым кең ғой. Кең. Вот. Осы мен тұрып жатқан жердің бір плюсы осы. Барлық жаққа жақын. Больницаға да 10 қадам, мектепке де 10 қадам, акиматқа да 10 қадам, прям барлық жерге 10 қадамдан да. Сол үшін ең ыңғайлы жер осы жер деп айтарым. Мектеп бар ма деп сұрапсыздар ғой. Біз осы Мамлеткада бір мектеп бар, қазақ мектеп, ол кіші деп аталады. Мамлет қазақ интернаты. Мамлет қазақ мектеп интернаты деп аталады. Мына жақта, мына орманның ар шетінде көрінбей тұр. Мына жерде санаторка мектебіміз бар. Сосын на рабочий. Мына темір жолдың арғы бетінде рабочий бар. Сол рабочийда екінші мектеп бар. Номер 2 мектеп бар. Сосын мына элеватордың алдында бірінші мектеп бар. Сосын народныйдың артында 3 мектеп бар. Больницамыз мына жақта. Больницаға адамдар керек. Врачтар, медсестралар іздеп жатырмыз. Сосын тағы не айтам? Шаштараз бізде енді кішкентай баланың шашын алғанның өзіне 2000 теңге екен. 1500 теңге, 2000 теңге ғой деймін. Мен айтам, ойбай, құрсын өзіміз алайық үйде деп. Сол тағы не сұрадыңыздар?